Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздер бүгін қазақ тілі сабағынан сөз тіркесі туралы білімімізді, кешегі өткен тақырыбымызды тағы да толығырақ түсінуге сабақ беріліп тұр. Яғни біздің оқулықтағы 59-шы беттегі 25-ші қоңыраушаға назар салып қараймыз. Ол үшін біздер бірінші 48-ші жаттығудан бастаймыз. Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз сөз тіркесі. Сосын сол сөз тіркесінде біздер қандай мақсатқа қол жеткізуіміз керек. Біздер жалпы жазу каллиграфиясына көп мән береміз және дұрыс жазу, дұрыс оқуға мән беруіміз керек. Балалар, кеше біз өзіміз айтқандай сөз тіркесі қалайда екі сөзден құралады дедік. Сол екі сөздің сыңары, яғни біреуі қалайда зат есім сөз табынан жасалу керек. Ал қалған екінші сөз таптары сын есім, зат есім, етістік немесе сан есім бола алады. Жарайды, енді біздер оқулықтағы 48-ші жаттығуға қарай. 48-ші жаттығудың берілісі сөз бен сөз тіркесін салыстырып көруіміз керек. Олар бір-бірінен қалай жаратылатынын анықтауымыз керек. Мысалы, біздерге мынандай сөздер берілген. Үй бұл жеке сөз. Кең үй бұл сөз тіркесі. Қандай үй бұл жерде зат есім үй болып тұр. Келесі, бару бұл жерде етістік. Жайлауға бару. Бұл жерде жайлауға. Неге бару? Қайда бару? Жайлауға болып тұр. Өшіргіш бір сөз жеке. Өшіргіш пен өшіру бұл жерде сөз тіркесі. Зат есім өшіргіш. Келесі, пәтер жеке сөз. Қасында екінші пәтер. Сан есім мен зат есімнің байланысынан шыққан сөз тіркестер екен. Сонда сөз тіркесі мен сөздердің айырмашылығы, сөз жеке бір ғана сөзден тұрады, ал сөз тіркестері қалайда екі сөздің тіркесуінен жасалады. Жарайды, бұл ауызша тапсырма, балалар. 48-ші тапсырмамыз. Біздер барлығымыз сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын. Және келесі біздің тапсырмаға қарап жөрек. Ол үшін 49-ші жаттығуға қараймыз. 49-ші жаттығуда біздерге әртүрлі сөз тіркестері беріліп тұр. Әр қатарды өзіңе ұқсас сөз тіркестерімен толықтырып жазуымыз керек. Мысалы, мектептің ауласы деген бірінші сөз тіркес беріліп тұр. Мектептің ауласы, яғни бұл жерде бір ғана зат есім, мектептің ауласы несі? Не? Мектептің ауласы. Енді осының қасына етістік қоюымыз керек. Немесе сын есіміміз қоюымыз керек. Мысалы, мектептің ауласы қандай? Мектептің ауласы таза. Немесе мектептің ауласы кең. Оған да сын есім қойдық. Сонда ауласы кең. Ауласы деген сөздің қасына біздер сын есім қою арқылы сөз тіркесін жасап отырмыз. Ауласы қандай? Ауласы кең. Ауласы қандай? Ауласы әдемі. Келесі сөз тіркесі. Бұл жерде терең көл беріліп тұр. Терең көл. Осыны біздер қасына тағы да бір сөз жалғау арқылы көл деген зат есімге тағы бір сөз жалғасақ, бұл жерде бізде сөз тіркесі пайда болады. Мысалы, көл қандай? Терең көл әдемі. Немесе терең көл қауіпті. Жерде көл зат есім, қауіпті етістік болады. Ары қарай өздеріңіз бір-бір сөзден қойып сөз тіркестерін ойлап табыңыздар. Мысалы, екі ешкі, ақыл ай, тез оқу. Қалайда сөз тіркестерінің екінші сыңары зат есім екенін анықтауымыз керек, балалар. Бұл да ауызша тапсырма, бұны орындамаймыз. Ал сіздерге үйге жазбаша түрде орындауға 52-ші тапсырманы ұсынамын. 52-ші тапсырма бізде 60-ші бетте орналасқан. Жұмбақтар беріліп тұр мына жерде. Жұмбақтарды оқу арқылы ішіндегі сөз тіркестерін мына кестеге орналастыруымыз керек. Кеше біздер Zoom бағдарламасында орындаған тапсырмаға ұқсайды. Бірінші кестеге
сын есім мен зат есімнің қосындысынан шыққан сөз тіркесін жазуымыз керек. Яғни қалайда екі сөзден құралған сөз тіркесінің біреуі сын есім болу керек, біреуі зат есім болу керек. Енді екінші кестеге сан есім мен зат есімнің қосындысынан шыққан сөз тіркесін жазуымыз керек. Және үшіншісіне зат есім мен етістіктен құралған сөз тіркесін жазуымыз керек. Бұл жерге мен бір мысал келтіріп кетейін. Мысалы, кішкене ат пен үлкен ат. Бұл жерде сөз тіркесі кішкене ат. Кішкене, сұрақ қояқшы. Қандай ат? Кішкене ат. Сонда ол кішкене сөзі сын есім. Ат не? Зат есім. Сын есім мен зат есімнен құралған сөз тіркесін мінекей мына бірінші кестеге жазып қоямыз. Кішкене ат. Ары қарай өздеріміз сұрақ қою арқылы қай сөз табынан жасалғанын анықтап, мына кестеге орналастырып, дәптерге әдемі қылып орындап, суретке түсіріп, окей едоске салыңыздар.